Құрметті білім алушылар, бүгінгі пәніміз массив күйін басқару пәнінің кезекті дәрісі. Дәрістің тақырыбы кен орындарын қозғағанда жер бетінің тұрақты жағдайын сақтау. Кіріспе. Тақырыптың өзектілігі және мақсаты. Кен орындарын игеру әлемде экономиканың маңызды бөлігі, бірақ бұл үдеріс жер бетінің тұтастығына айтарлықтай әсер етеді. Осы презентацияда біз кен қазу жұмыстарын кезінде жер бетінің тұрақтылығын қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін, оның себептері мен салдарын, сондай-ақ заманауи шешімдер мен болашақ даму бағыттарын қарастырамыз. Кен орындарын игеру әдістері және олардың жер бетіне әсері. Кен орындарын игерудің негізгі екі әдісі бар: ашық және жер асты қазу. Әр әдістің жер бетінің тұрақтылығына әртүрлі әсері болады. Ашық әдіс үлкен шұңқырлар мен карьерлер жасайды. Бұл жер бетінің үлкен аумақтарының деформациясына және эрозияға ұшырауына әкеледі. Жер асты әдісі шахталар мен үңгілер арқылы кен қазу. Бұл жер бетінде шөгу, жарықтар мен опырылулар тудыруы мүмкін. Жер бетінің деформациясы, түрлері мен себептері. Шөгу. Жер асты бос кеңістіктерінің камералар, үңгілер үстіндегі жер бетінің баяу төмендеуі. Жарықтар мен опырылулар. Жер астында қысымның өзгеруі немесе тау жыныстардың тұрақтылығының жоғалуы нәтижесінде пайда болатын кенеттен деформациялар. Көшкіндер. Тау жыныстарының немесе топырақтың гравитация әсерінен төмен қарай қозғалуы. Бұл деформациялар негізгі себептеріне тау жыныстарының тереңдігі, игеру технологиясы, тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттері және гидрогеологиялық жағдайлар жатады. Тұрақтылықты бағалаудың геомеханикалық негіздері. Геомеханикалық талдау жер бетінің тұрақтылығын бағалауда шешуші рөл атқарады. Ол тау жыныстарының механикалық қасиеттерін, кернеу деформация жағдайын және кен қазу жұмыстарының әсерін зерттейді. Модельдеу. Компьютерлік бағдарламалар арқылы жер асты және жер бетіндегі деформацияларды болжау. Тәуекелдерді бағалау. Ықтимал апаттардың алдын алу үшін қауіпті аймақтарды анықтау. Өлшеулер. Деформациялардың нақты деректерін жинау және оларды теориялық модельдермен салыстыру. Мониторинг жүйелері. Жер бетінің өзгерістерін қадағалау. Жер бетінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде тұрақты мониторинг жүйелері өте маңызды. Олар деформацияларды ерте анықтауға және қажетті шараларды қабылдауға мүмкіндік береді. Бірінші, спутниктік мониторинг. Жер серіктерінен алынған деректер арқылы жер бетінің үлкен аумақтарындағы деформацияларды қадағалау. Екінші, датчиктер жүйесі. Жер асты және жер бетіне орнатылған датчиктер арқылы деформациялардың нақты уақыттағы деректерін жинау. Үшінші, дрондар және геодезиялық өлшеулер. Жоғары дәлдіктегі геодезиялық құралдар мен дрондар көмегімен жер бедерінің өзгерістерін тіркеу. Алдын алу және қорғау шаралары. Тиімді шешімдер. Жер бетінің тұрақтылығын сақтау үшін кешенді алдын алу және қорғау шаралары қажет. Бұл шаралар тау-кен жұмыстарын жоспарлаудан бастап іске асыруға дейінгі барлық кезеңдерді қамтиды. Бірінші, үңгірлерді толтыру. Кен өндіргеннен кейін қалған бос кеңістіктерді тау жыныстарымен немесе арнайы қоспалармен толтыру арқылы жер бетінің шөгуін азайту. Гидрогеологиялық зерттеулер. Жер асты суларының деңгейін бақылау және реттеу. Өйткені су тау жыныстарының тұрақтылығына айтарлықтай әсер етеді. Құрылыстарды нығайту. Кен орындарының жанындағы ғимараттар мен инфрақұрылымдық нысандарды деформацияларға төзімді ету үшін арнайы нығайту шараларын қолдану. Қазақстан тәжірибесі, нақты мысалдар мен жетістіктер. Қазақстан бай кен ресурстарына ие ел ретінде тау-кен өндірісінде үлкен тәжірибе жинақтаған. Елімізде ірі кен орындарын игеру барысында жер бетінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар жобалар мен зерттеулер жүзеге асырылды. Қарағанды, Екібастұз және Жезқазған аймақтарындағы
тау-кен жұмыстары кезінде жер беті деформацияланғанын бақылау және басқару жүйелері енгізді. Жер асты үңгілерін толтыру технологиялары белсенді қолданылып, жарықтар мен опулардың алдын алу тиімді нәтижелер көрсетті. Зерттеу институттары кен орындарын игерудің геомеханика модельдеуін жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізуде. Болашақ бағыттар, инновациялар және даму перспективалары. Кен өндіру технологияның дамуымен бірге жер бетінің тұрақтылығын сақтау әдістері жетілдіруде. Болашақта бұл бағытта инновациялар экологиялық және экономикалық тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Бірінші, робототехника, қауіпті аймақтардағы мониторинг және жөндеу жұмыстарын роботтар арқылы жүргізу. Екінші, жасанды интеллект, деформациялардың деректерін талдау және болашақ қауіптерді дәл болу үшін жасанды интеллектті қолдану. Үшінші, тұрақты даму, экология таза және қауіпсіз кен өндіру технологияны әзірлеу және енгізу. Қорытынды негізгі ойлар мен ұсыныстар. Кен орындарын игеру кезінде жер бетінің тұрақтылығын сақтау бұл күрделі, бірақ өте маңызды мәселе. Ол қоршаған ортаны қорғауға, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және экономикалық тұрақтылыққа тікелей әсер етеді. Кешенді тәсіл, геомеханик талдауды, заманауи конструкция жүйелерін және тиімді алдын алу шараларын біріктіру қажет. Инновациялық технологиялар, робототехника және жасанды интеллект сияқты технологияларды енгізу арқылы тиімділікті арттыру. Тұрақты даму, экологиялық және әлеуметтік жауапкершілікті сақтай отырып кен өндіруді жүргізу.